Әже, сен бірге жүрсің меніменен. Өліген мен өзіңді телімегем. Ақ кимешек көрген бір кемпір көрсем, ақ кимешек астынан сені көрем. Өтпейді, ұқсайды ізетіде, ізетсізді бұларды күзетуде. Бұларды бабасынан алып қалған өз жұртының дәстүрін күзетуде. Бүгінгі әңгімеміз Құнанбай фильміндегі Абайдың әжесін сомдаған Нұрсипат әжеміз туралы болмақ. Өскелең ұрпаққа өнермен үлгі болып, ұлттық салтымызды ұл қыздарымызға аянбай насихаттап жүрген Нұрсипат әжемізге алғысымыз шексіз. Зере апа бір аңыз адам ғой өзі негізінде. Абайды жақсы тәрбие берген. Сондықтан Зере мен үшін өте қымбат образ. Менің қазір өз атымды қалды бұлай. Зере апа болып кеттім қазір. Сондықтан енді ойлаймын, халықтың көңілден шыққан болу керек. Қазақтың салт дәстүрінің бәрі сақталған. Ит көйлек деп аталады. Баланы туа салған бетте осы ит көйлекті кигізеді. Содан кейін қырқынан шыққанша бұны киеді. Қырқынан шыққаннан кейін бұны иттің басына іліп жібереді екен. Қазақтың салтында. Бейбітшілікте бір шаңырақтың астында Қазақстанымыздың көркеюіне еңбек ете берейік. Рахман-рахим. 18 мың ғаламды жаратқан Алла құдірет. Тілегімізді қабыл ет, алдымызды жарық ет. О Құдайым, тұратың, жүректе мәңгі тұратын. Әр сөздің басы бисмиллахи-рахмани-рахим. Президентім Қасым-Жомарт Кемелім, жауабыңыз абайға аямасын көмегін. Бергі мырзаға халқымда мен де сенемін. Күнден күнге құлпырып жайнай берсін семейін. Дәулетті де сәулетті болашағын көрейін. Қаламыздың дәулеті асып жатсын, инвесторлар басып жатсын, туристер ағылып жантақтан абыройымыз асып жатсын. Әрбір тұрғын баспаналы болсын, қалтасы толы ақшалары болсын, ауласы толған бақшалары болсын. Төрт қоламыз сай болсын, көңілдеріміз жай болсын. Облысымыз өсіп өніп шеттерден бай болсын. Жазылып жыр шумағы көмейім де, Нұрсипаттай апам асқақ мерейде. Батырлар мен ақындар мекені бұл, қош келдіңіз құт қонған семейіме.